Теңіз туралы аңыз. Маған тек бір уәде бер. Кетер алдында менің естеліктерімді өшірме. Неге? Есіңде ме? Бәрін ұмытып, тіпті махаббаттың не екенін ұмытқаннан гөрі сағынып біреуді күткен артық дегенің. Сенің естеліктерің менімен қалса ғана сені жіберем. Жоқ, мен бұлай ете алмай. Ал егерде мен қайтып оралмасам, менің қайда екенімді біле алмай, тек қана күтумен боласың ғой. Мені күтесің. Егер сен енді қайтып оралмасаң, екеуміз келесі өмірде кездесеміз. Сен де солай істе. Сезімі мәңгі деген сөзің есіңде ме? Мәңгі деген. Бәрін ұмытып, жаңа өмір бастасаң ғой. Егер бір-бірімізді ұмытпасақ, қайтып келер жолды да ұмытпаймыз. Әйтеуір бір күні қайтып кездесеміз. Жарайды. Көзің таңда. Қалдырасың ба? Әлде өшіресің бе? Ол жағын енді өзің шеш. Мен шешім қабылдадым. Қайда кеттің? Мына кеште. Не болды? Шыға тұр деп едіңдер, тағы дұрыс қалыңдар ма? Мен бір жерге барып келуім керек. Қайда барасың? Жақсылықтарыңыз үшін рахмет. Әпке, бұл қара күзен бе? Иә. Саған данады ма жаңа үлгісі? Әпке неткен қатыгез адам едің. Не дейсің? Осындай тон тігу үшін қанша қара күзенді өлтіретінін білесің бе? Азаптап қинап өлтіретін жануарларды аясаңшы. Ал өз үстіңдегі көртешең матадан тігілсе де, ішінде үйректің жүн екенін білесің бе? Қара күзендерді аяп тұрып, үйректерді аямайсың ба сонда? Олар да қиналады ғой. Үстіндегі жүндерді біртіндеп жұлады. Міне осылай.
Ауырмайды деп ойлайсың ба? Міне осылай ауырады. Міне осылай. Менімен алысқанша бір жігітті тауып алмайсың ба? Әпке, сен де... Кешірші енді. Сен мұнда не істеп жүрсің? Бұл қызды танисың ба? Жунженің қыз емес пе? Дәл өзі. Жунженің сүйіктісі тіпті басқа еркектердің жүрегін жаралаған қыз. Тіпті Теоның ұялы телефоны сенің суретіңе толы. Оның бәрін өзің өшіресің. Қарап отырам ба, өшіріп қойдым. Жарайсың. Сенен мақтау есту үшін өшірген жоқпын. Бұл жерге неге келдің? Мен бір жерге кетем. Сіздермен қоштасайын деп келдім. Қайда? Қайда кетесіз? Бұл жердің тамағын сағынатын болдым. Сау бол. Сау болыңыз. Қайтып келетін болыңыз. Кетіп барасыз ба? Мені әлде танып тұрсың ба? Әрине. Сен мені ұмытуың керек еді ғой. Неге бұлай болды екен? Не дейсіз? Неге басқаларға ұқсамайсың? Басқа адамдар ести алмайтын менің іш ойымды да ести аласың. Неге? Мен сені түсімде көрдім. Мені? Иә. Көмектес. Көмектес. Түсімде сен су перісі болдың. Мен де сондай едім. Мен де. Сондай болдым дейсің бе? Иә. Түсімде әкем балықшы, ал анам су перісі болған екен. Қызық, иә? Мен теңіздегі су перілермен сөйлесе алған екем. Көп нәрсе білген екем. Бүгін теңізге шықпағандарыңыз дұрыс болады. Қатты жел соғатын сияқты. Сен қайдан білесің? Мен бәрін де білем. Мына қыздың айтқанын тыңдайық. Өткен жолда дәл айтып, мен аман қалған болатынмын. Дұрыс айтасың. Осы қыздың арқасында аман қалдық. Содан кейін не болды? Сол түсімде мен өте бақытты болдым. Түс көріп шықсам, сол күнім сәтті өтеді. Қуаныштымын. Неге? Аңыз емес. Шындық болған екен. Шындық. Естеліктердің бәрі қайтып оралады деген рас екен. Бұл әлемде мен ғана есте сақтаған естеліктер жоғалып кетпейді. Бәрін есте сақтап, қайтып келем. Міндетті түрде. Мен оралам. Сені мәңгі сүйіп өту үшін.
Теңіз туралы аңыз. Үш жыл өткен соң. Таңғастайын. О, иісі мұрнымды жарып барат. Апа, сіздің жаныңызда болғым келіп, осы үйден кете алмай жүрген жоқпын ба? Өтінем тезірек кетші. Қыс біткенде кетем, жаздың ыстығы басылғанда кетем деп, міне, 3 жыл өтті. Ешқайда да кетпейсіңдер. Біреудің үйін жалдап тұрғанша осында қалыңдар. Үйленгенше бәрің осында тұрыңдар. Апа, рахмет. Енді маған дейсіз бе? Өмірімде бірінші рет апа деп шақырған жақын адам тұрғанда мен ешқайда кетпеймін. менде. Тео, сен деме? Осы біз неге дәл осы орынды үнемі бос қалдырып тамақ ішеміз? Әдет болып кеткен ғой. Әдет емес сияқты. Дәл осы орын үнемі бос тұрады. Неге бұлай болды екен? Осы орынның иесі бөлек сияқты. Неге екен түсіне алар емеспін? Қайдағын айтпашы. Болғым? Бүгін заң университетінің студенттері тәжірибеден өтуге келеді деген. Біздің бөлімге келдің бе? Иә. Есімім Хожунже болады. Танысқаныма қуаныштымын. Әпкеміздің ұлы бар дүние мүлкін анасының атына аударып беріп, тастап кеткен мектебін бітіріп, қазір заң университетінде оқып жүр. Болашақта прокурор боламын дейді. Керемет қой. Қандай керемет. Керемет. Ал әпкем өзінің жарты дүние мүлкіне үйден қашып кеткен балалардың жәрдемі үшін ашып берді. Сол балалар үшін тегін мектеп ашты. Өте қайырымды адам екенсіз. Дәл солай. Әрине. Ұлымның мектеп бітірмей үйден кетіп қалып, қиналғанын ойлап, сол жағдайға тап болғандарға көрсеткен жәрдемім ғой. Жарты дүние мүлкін қайырымдылыққа жұмсайтын адамдар қазір көп емес әпке. Ол дүние мүліктің бәрі маған керек емес. Бар байлығым ұлым. Бұл әпкем өзі сондай қарапайым. Әпкеме қарап бір түсінгенім бар. Адам өзінің ертеңгі күнін болжай алмайды екен. Адам өзгермесе де жағдайы ертең өзгеріп кетуі ғажап емес. Дұрыс. Солай ғой. Дұрыс. Әпкеміздің арқасында қаржымызды жақсы жерге салып, қазір соның жемісін көріп отырмыз. Бізді тағдыр қосқан екен, мүмкін біз өткен өмірде туған апалы сіңілі болған шығармыз. Ол да мүмкін ғой. Әпке, кофеңіз бітіп қалды ма? Қайта құйып әкеп берейін бе? Жоқ, өзім құйып алам. Әпке, саған не болды? Мұндай шаруаны маған тапсырыңыз, отыра беріңіз. Манго ұнатасыз ғой, қазір манго турап алып келем. Алып келесің бе? Жақсы, қазір. Қане, кім бірінші тамақ ішуге барады? Бірінші ішіп келейік. Тағылымгер. Біз бірінші ішіп келейік. Неге бірге тамақтанбай бөлек? Жігітім, прокурор үшін ең басты не маңызды екенін білесің бе? Бастысы әділ болу. Ол да бар. Бірақ ең бастысы ешқашан кеңсені бос қалдырмау. Еш уақытта. Не? Неге? Алаяқтарға алданып қалғанымыз бар. Түсінесіз бе? Не? Сонда қалай? Түскі ас уақытында бәріміз бірге тамақтанамыз деп алданып қалдық. Осыдан 3 жыл бұрын. Солай емес пе еді? Иә. Әлгі оңбағандар біздің орнымызға отырып, біреулермен кездесіп бейнекамераның бәрін өшіріп кетіпті.
Дұрыс. Рас па? Иә, Тіпті денем түршігіп кетті ғой, қараңыз. солай ма? Мұндай жағдай қалай болуы мүмкін? Ондайда алаяқтар бар екен ау? 5 минут ерте келгенімде оларды қолға түсіретін едім, бірақ жолдан өткенде бағдаршам бұзылып қалғаны бар емес пе? Содан кешкі Қабат деген ай. компьютер жүйесін реттейміз деп алдап кіріп, Лифт жөндейміз деп келген жоқ па? иә, лифт жөндейміз деп келді. Сен қайдан білесің? Каңнан аймағында сондай жағдай болғанын бірнеше рет естіген едім. Солай ма? Қалай болғанымен, мен бұрыннан бері көп адамға сене бермеймін. Ал сол жағдайдан кейін тіпті сақтанып жүретін болдым. Қазір алаяқтар көбейіп кетті. Солай емес пе? Қане, кеттік. Сондай алаяқтардың бәрін қолға түсірем деп сізге уәде берем. Бір адам 500-ге жуық шығын көргені анықталса да, прокурор мырза, бұл жерде ешбір заңсыздық жоқ. Кез келген кәсіпте үнемі сәттілік бола бермейді ғой. Дәл осы себепті полиция нақты айғақ жоқ деп біздің ісімізді қарамады. Мына жердегі заңды мекен жайыңыз үй екені рас па? Не? Мен Компанияның мекен жайының өзі күдік туғызып отыр. Ал жыл сайын қосылған құн салығын кейінге қалдырып жүргеніңіз қаржы мәселесіне байланысты шығар. кәсіпте қиын-қыстау кезеңдер болады деп айттым емес пе? Біз ешкімді алдаған жоқпыз. Ол адамдарға ақшаларыңыз кепілдікте тұр деп айтқан емеспіз. Олай болмаған. Еш уақытта. Кепілдік жоспары, зейнетақы қоры, осының бәрі ақшаларыңызға кепілдік береміз деген мағына емес пе? Әр алған ақшаны кепілдікте тұр деген уәдемен алдыңыздар. Әйтпесе қазіргі заманда кім сіздерге жиған терген сеніп тапсырып қояды дейсіз? Солай ғой, мырза. Чуя мырзамен байланыстарыңызда күдік туғызып тұр. Чуя мырза соңғы кездері Макао ойынханасында ойнап жүрген рас па? Сізде ойынханаға жақын адамсыз ау. Мен Чуя мырзаның соңғы рет Макаода қанша ұтылып қалғанын да білем. Әр адамның 500 емес, 1 миллионын ұтылып қалған. Егер бұл істі қазбалай берсе, көптеген қызықты дерек шығады. Шынымен де ол жақта сенің таныс адамың жоқ па? Жоқ. Жай ойыма келгенін айтқаным ғой. Олай емес сияқты. Олай емес. Көріскенше, мырза. Үйге аман сау жетіңіз. Бұл кім өзі? Қалайша келіп қалдың? Қолым бос емес деп хабарласпай кетіп ең. Өзің хабарластың ба? Өзің. Оқуың қалай? Жүдеп кетіпсің ғой. Оқу оңай деп кім айтты? Жетіскенен оқып жүрмін деп ойлайсың ба? Бір шешімге келгенің үшін қуаныштымын. Біраз уақыт есіңді жия алмай жүргеніңді көріп жүрегім ауырған еді. Тіпті хабар ошарсыз жоғалып кеткеніңе шынымды айтсам, қатты қорқа бастап едім. Бірақ сенің басыңа түскен жағдайда көп адам есінен адасар еді. Қазір есімде де жоқ. Сол кезде болғанды есіме алғым келсе де, есімде жоқ. Жонамду қазір не істеп жүр? Салықтан қашу мүмкін бе? Мүмкін емес бе? Бүгінгі дәрісті Жонамду мен жүргіземін. Сәлеметсіздер ме? Заңсыз салықтан қашу мен заңды салықтан қашудың айырмашылықтарын дәл бүгін түсіндіріп өтетін боламын. Бүгінгі басты тақырып жылдық салық төлемақысы. Бұл сұрақ әрине жылына бір рет бәрімізді алаңдатып, тіпті тығырыққа тіреп әкеледі десем де қателеспеймін. Бүгін бұл орынға сауда орталығының басқарушылары жиналған екен. Олай болса, менің сөздерімді жақсылап тыңдап алғандарыңыз жөн болар. Камераға жазуға тыйым салынады, тек тыңдап жазып алыңыздар. Қайда? Жүректеріңізге. Бенджамин Франклиннің сөзі бар екен. Бұл өмірде екі нәрседен қашып құтыла алмайсың. Біріншісі өлім, ал екіншісі салық. Ал мен Бенджамин Франклинге былай жауап қайтаратын едім. Өлімнен әрине қашып құтыла алмайсың, ал салықтан қашып құтыла аласың. Айтайын ба? Бастап кеткенсіңдер ме? Менсіз? Маған ба сорпа беріңіз. Шынымен дәріс оқып жүрсің бе, әлде алдап жүрсің бе? Есімнен адасты деп ойлайсың ба?
Тағы біреуді алдаса, мына прокурор мырза мен ұстап алады ғой. Досымның қолына түскенше жұмыстан бас тартайын дедім. Мемлекеттік қызметкер боламын дегенде, басында қалжың деп түсінген едім. Айтқанын орындап, заң университетіне түсерін кім білген? Бұл сойғанның. Түзу жолға түскені менің арқам емес пе? Мені кездестірген соң Хожунжы жақсы адам екен. Мен де солай өмір сүруім керек деп ойлады, солай емес пе? Жонамдудың айтқанмен жүрсең бұлай болмас еді. Кім не айтса да, қазіргі таңдаған жолың дұрыс деп ойлаймын. Көмегіңіз үшін рахмет. Шындығын айтшы, не себепті мемлекеттік қызметкер боламын деп шешім қабылдадың? Қаншама қызметтің ішіне дәл прокурордың жұмысын неге таңдадың? Білмеймін. Бір себебі бары анық. Бірақ не екені есімде жоқ. Қане, шараптан алып қояйық. Иә. Тағы тапсырыс берейін. Иә. Бізге тағы шарап әкеліп беріңіз. Бүгін көп шарап ішіп қойдық, е? Тео, менің сұрағыма жауап бер. Сен де қазір әлгі іспен айналыспайсың ба? Жаңаған айтты емес пе? Ол қазір ақ хакер болған. Ақ хакер деген бар ғой, дәл сондай. Ақ хакер? Бұл кім сонда? Ірі компаниялардың серверіне хакер кірісе алмас үшін осы жігіттің қызметіне жүгінеді. Қысқасы, ірі компанияларды хакерлерден қорғайды. Бәрін түсіндіңіз. Не істесең де әйтеуір заңды жолмен істе. Не деп отырсыз? Менің ұялы телефоным қайда кеткен? Ей, мынау тағы бастаған ба? Осы әдетіңді қой деп саған қанша айтам? Заттарыңызды тексеріп көріңіздер, бәрін. Ей! Ей, бұның не? Шарап ішсең бұрынғы әдетке басасың ба? Сужоң, бұл мен ғой. Ұйықтап отырсың ба? Жұмыста ма? Қашан бітесің? Әлі бітпейсің ба не? Ей, отыр. Болды. Кетпейсің. Кетпейсің. Ұқтың ба? Еш қайда кетпейсің. Жетер. Қайтуым керек. Қайда кетесің? Бармайсың. Кетпейсің. Ей, саған не болған? Ұйықтап жатырсың да? Күйеуің қасыңда ма? Тұрмыста екенсің ғой, кешір. Сау бол, енді хабарласпаймын. Жақсы. Мұнаға не болған? Тағы басталды ма? Тағы бастады. Сағындым. Кімді? Сағындым. Ішкен шарабымнан айығып кеттім ғой. Білесің бе, бұның осындай әдет пайда болған. Бұрын шарап ішсе ешкімді ешқайда жібермейтін, ал қазір дәл осылай жылайтын боп алды. Ал келесі күні ештеңе есімде жоқ дейді. Сағындым. Кімді сағындың? Бізге де айтсаңшы. Шарап ішсең кімді сағынасың? Кімді?
Сол болған жағдайдан кейін біртүрлі өзгеріп кетті. Дәл осылай өз бөлмесіне кіріп алып қамалып алады. Таң шапағын көремін деп теңіз жағалауына кетіп қалады. Күннің батқанын көремін деп тағы барады. Не болды деп сұрасам, өзім де білмеймін дейді. Түсінбедім. Осы жерге қалдырып кетем. Тауарды жеткіздім. Кіре беріңіз. Мен болып қалдым. Міне болдым. Енді керемет. Маған керек осы. Қаланың иісі. Бәрі сол бұрынғыдай. Енді мен қайтып келдім. Мына ғимарат бұрын болмаған еді ғой. 3 жылда салып біткен бе? Тоқтай тұр. Жақын маңда ломбард бар ма екен? Сау болыңыз. Сен қайдан келдің? Сіз кімсіз? Қай теңізден келдің деймін. Қайдан біліп қойдыңыз? Алдымен жауап бер. Сұрақты мен қойдым ғой. Чежу жақтан келдім. Чежу мен Удоның арасында жүзіп жүрген едім. Мұнда не қып тұрсың? Қарның ашты ма? Кіресіздер ме? Жібер. Олай жеме. Бұл жерде олай жесең сені бірден ақымақ деп ойлайды. Маған қара.
Иә, мен де бұрын көрген едім. Сен бұл жерге неге келдің? Бір адамды сағынып келдім. Анда-санда жерге шығып қыдырып тұратынмын. Жақын арада танысқан жігіт Сеулде тұрамын деп айтқан. 15 күн жүзіп осында келдім. Сені сол жігіт шақырды ма? Сүйемін деді ме? Үйленемін деді ме? Дәл солай айтпаса да, бірақ ол мені... Сені өзі шақырмаса, сүйемін деп айтпаса, ешбір ойланбай теңізден шығып кеткенін қалай? Бәрін алдын ала ойластырмайсың ба? Мені жақсылап тыңда. Су перісі теңізден шыққан бойда оның жүрегі тасқа айнала бастайды. Рас па? Әрине. Теңізде жүргеніңе ешбір қауіп төнбесе де, судан шыққан соң олай болмайды. Кездесіп көрсек, бәрі жақсы болады, бірақ қазір тұтқаны көтермейді. Кездес алмай жүрміз. Хабарласа алмадым. Олай болса, мына балықты жеп алып, бәрін түсіндім деп үйіңе қайта бар. Ал сіз махаббатыңызды кездестірдіңіз бе? Кездестірдім. Мені ғана сүйетін, менен басқа ешкімді көрмейтін жігіт. Қазір менің жүрегіме қауіп төніп тұрған жоқ. Ал теңізге неге қайтып бардыңыз? Жүрегім ауырмаса да, оқтың жарасы қанша емдесем де жазылмады. Сізді біреу атты ма? Иә, тапаншамен атты. Одан да теңізде акуламен арпалысқаным жақсы еді. Есіме де алғым келмейді. Сол сырқаттарымның бәрінен жазылу үшін қайта теңіз түбіне баруға мәжбүр болдым. Өзімді қалыпқа келтіруге біраз уақыт кеткені рас. Бірақ қазір жағдайым жақсы. Не үшін тапаншамен атты? Не үшін? Сол жігітті қорғап қалдым. Ол аман қалды. Ал мен өкінбеймін. Ол жігіт қайда? Қайтып келгеніңізді біле ме? Ой, күннің суығын-ай. Сіз кімсіз? Кімсіз дейм? Сізге айтар сөзім бар еді. Мен Құдайға сенбеймін. Жаурап кетті. Не болды? Кімсіз деймін? Су тазарту, газет. Неге келдіңіз? Айтсаңызшы. Жоқ, олай емес. Жунже қазір үйде ме? Ұмытыңыз. Не? Ұмытыңыз деймін. Бұл жерді қалай іздеп тауып келгеніңізді білмеймін, бірақ Хожунже сізді алдап кетті. Не дейсіз? 1 қаңтар күні таңның атқанын көруге теңізге барайық деді ме? Солай ма? Барып сол теңізге қарап келді ме? Содан бері хабарласпады ма? Әрине, бәрі өте әдемі. Бірақ ол қыздарды дәл солай алдайды. Өмірлік сабағым болды деп ойлап, ұмытыңыз. Жүзіңіз жарқын болған соң сізге кеңес беріп тұрмын. Жақсы. Бұл кім? Апа, бұл қыз Жунжені іздеп келіпті. Мен Жунжемен кездеспей қайта бер деп тұрмын. Солай істеген дұрыс болар. Жунжеге келген қонақты неге қуып тұрсың? Үйге кіріп күтіңіз. Мен дәретханаға барып келейінші. Дәретхана... Үйдің ішін жақсы білетін қыз ғой деймін. Өз үйінде жүргендей, тіпті. Дәл солай. Хожунже біз жоқта үйге ертіп келген сияқты.
Келген соң мен ол жігітпен сөйлесермін. Кім? Білмеймін, бір қыз. Шашы ұзын, әдемі, жақсы. Тезірек кел. Атыңыз кім? Сіздің. Есіміңіз кім деймін? 종이 김종 болат. Қалжыңдамай айтыңызшы. Рас айтам. 종이. Әке шешеңіз ертегі кейіпкерлерін жақсы көрген бе? Үйіңіз қайда? алыста. Менің үйім де алыста. 남양 жудама. Дәл солай. Қайдан білесіз? Мынау не? Рас па? Жади етпе. Неге күлесіз? уақыт өтсе де адам өзгермейді екен ғой. Солай ма? Керемет. Керемет. Шия? апа, мен келдім. Бұл кім? Білмейм, үйге келген қонақ сияқты. Солай ма? Әлі келген жоқ па? Не, үйленейік деп ұсынысты өзің бірінші айтпақшысың ба? Рас па? Қазір жігіт емес, қыз бірінші айтатын жағдайлар көп қой. Сонда да. Өзі айтқанша біраз күте тұруың керек еді. Мына қыз неге үйден кетпей тұр? Не болды? Маған айтарыңыз бар ма? Тұрмысқа шығасыз ба? Иә. Кімге? Кімге? Осы үйдегі жігітке. Бұл үйде 3 жігіт тұрады. Соның қайсысы? Бұл үйде 3 жігіт тұратын қайдан білесіз, жон жайтты ма? Чашия, кімге тұрмысқа шығасың? Мәссаған, менің Чашия екенімді қайдан білесіз? Мен өзімді таныстырмадым ғой. Жунжеге тұрмысқа шығасың ба? Шықсам не болады? Бұл да Жунжеге ғашық па? Иә, солай сияқты. Бас тартыңыз. Ол жігіт сіздікі болмайды. Жунженің естелігіндегі қызды ешкім де жеңе алмайды. Жунженің естелігінде бізден асып түскен бір қыз бар. Ешкім жеңе алмайды. Ал менің тұрмысқа шығатын Жунже болмаса болды. Менің неге көңіл күйім құлазып кетті? Айттым ғой. Олдың өзі ұсыныс білдіргенше күт деп, мүмкін қазір дайындалып жүрген шығар. Кім біледі? Солай емес пе? Жунже, сені бір адам күтіп отыр. Сіз кімсіз? Жунже, аман есенсің бе? Сені сағынып келдім. Кімсіз деп сұрап тұрмын. Мен сені осы уақытқа дейін есімде сақтап келген адаммын. Неге сөйлемей тұр? Жунже тіпті ұмытып қалған сияқты ғой. Енді не істер екен? Мені неге іздеп келдіңіз? Мен жай жағдайым жақсы деп саған айтқалы келдім. Сені сағындым. Мені танайсыз ба? Әрине, сені таныйым. Жоқ. Мүмкін бұрынғы кезде жақсы таныған шығармын. Сен мені ұмытып қалған шығарсың. Мені ұмытқансың ғой.
Жақсы. Маған бір айтарыңыз бар ма? Сені сүйем. Жоқ. Жоқ. Сені сүйем. Басқа айтарым жоқ. Аман есен екеніңді көрдім. Сені сүйем. Солай ма? Кешіріңіз, менің кездесуім бар еді. Үйге көлігімді қалдырып кетейін деп келдім. Қайтып кетем. Солай ма? Жонже болмайды. Мен бүгін Теоға үйленейік деп ұсыныс айтқалы келдім. Иә, иә. Кетпе деймін. Кешір, менсіз атап өте беріңдер. Шия, құттықтаймын. Жонже, қонақ келгенде кетіп бара жатқаның қалай? Кешіріңіздер. Сау болыңыздар. Қайда кетіп қалды екен? 새로운 세상 문이 열려 있죠. 그대 안에 있네요. 한 걸음 넘어 눈이 부시게 펼쳐진 세상이 날 반기죠. Осы жерде күт, ешқайда кетпе. Жонше, тезірек келші. 넌 지금 이대로 편안하고 Аман есен екенсің. 난 괜히 Мүмкін бекер қайтып келген шығармын. Не болды? Қайтпақшысың ба? 내 곁으로 다가와 손잡아줄래요. 사랑할게요. 이 세상이 변해도 I owe you, I miss you, I need you, I love you. Қалағаның осы болды ма? Сен туралы бәрін ұмытқанды қаладың ба? Неге өз естеліктеріңді өшірдің? Менің қалағаным бұл емес еді ғой. Бұл емес еді. Мен есіңдемін бе? Иә. Сен тек менің ғана есімдесің. Сен бір нәрсені ескермедің. Сенмен бірге қайда барып, не жегенімді, қандай сөз айтқанымды, қалай күліп, қуанғанымды, қаншалықты әдемі екеніңді, осының бәрін өшірдің. Бірақ жүрегімдегі махаббатты өшіре алмадың. Сені жүрегім есіне сақтап қалды. Бұны сен өшіре алмадың. Қолыңнан келмеді. Сені ұмытпауға тырыстым. Қолымнан келген осы болды. Сен кетпес бұрын бәрін қағазға түсіре бастадым.
Сенімен бірге өткізген әрбір сәтті жаза бастадым. 모든 걸 기록해. Сен кетіп қалған соң, 네가 сол жазбаларымды оқып, 깨어난 걸까 есіме алумен 1 жыл өткіздім. 그래서 기억이 다 Сен жүзіп жүрау деген 이름도 теңіз жағалауында 사랑 тағы 1 жыл өткіздім. 시작된 건지도 몰라 널 알기 전 저 하늘도 날 이렇게 눈부셨던 걸까 내 하늘 우리 사랑이 된다면 너와 Осындай жағдайға тап боларымды біліп, естеліктерімнің ішінен сені іздеп табу үшін. 사랑을 널 위해 쓸 거야 내 모든 순간을 다 너에게 너와 듣고 너와 숨 쉬는 모든 게 어린 거 없이 행복해서 네 앞에 멈추고 싶어 흐릿했던 내 모든 게 기억나질 않나 Жоқ, бұл үй теңіз жағалауынан алыс. Дәл теңіз жағалауындағы үй болса жақсы болар еді. Ал мынау, Жоқ, бұл үй тым үлкен. мынауш. Мынау тар екен. Үйдің жанынан көп адамдар жүріп өтетін сияқты. Бұл да жарамайды. Басқа. Дәл теңіз жағалауында. Сенімен бірге тұрар үйді іздедім. Осылай 1 жылым өтті. 누구? Кім дейсің? Білмеймін. Бір қыз шашы ұзын әдемі. Дәл сенің талғамың. Басқа ештеңе сұрамадым. Сен бірдеңе бүлдіріп қойған жоқсың ба? Жақсы, тезірек кел. Әйтеуір. Мені осылай қинап. Келдің ау. 내게 허락된다 해도 3 жыл бойы келмегендіктен енді мүлдем келмейсің деп ойладым. 변치 않을 기억들 내가 가진 사랑들 모두 준지, саған қонақ келді. 널 위해 쓸 거야 마지막 순간까지 다 너에게 Неге бұлай істедің? Мен келмесем не болар еді? Сол кезде не болар еді? Сені өмір бойы есімде сақтап өтер едім. Тек сені ғана сүйіп.
бұрынғыдай екен ғой. Жалдап тұру мерзімі аяқталды ма? Әрине, еш нәрсеге тиіспей бәрін бұрынғыдай қалдырдым. Мені күткенің үшін рахмет. Менен бас тартпай қайтып келгенің үшін саған рахмет. Жоқ, бұл сөзді бекер айттым. Бұл сөзді өшірсең де болады. Ей, не болды? Бері кел! Сөз кім сөз? Киім іздеп жүрсіз бе? Бұл жердің киімдері жақсы. Арғы жақта аяқ киім жақсы ма? Біледі екенсіз ғой. Әдемі киініп алыпсыз ғой. Бұл жерде не іздеп жүрсіз? Сені іздеп жүрмін. Мені? Иә, сені сағындым. Мен сізді танымайым. Біздің бұл кездесуіміз өзі қызық. Бұл кездесуіміз тағдырдың жазғаны. Ал тағдырдың жазғаны бұл өмірде де, келесі өмірде де қайталана береді. Дұрыс айттым ба? Мен ешкімді жақын тартпаймын, бірақ сіздің сөйлегеніңіз маған ұнады. Олай болса дос болайық. Жарайды, жақсы. Мен бұл жерге... Білем, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күні келесіз. Кімсіз? Менің соңымнан аңдып жүрсіз бе? Жоқ, қорықпаңыз, жігітім бар. Жігітіңіз бар ма? Жақсы көресіз бе? Махаббаттың 3 деңгейі бар. Ыстық, шын ғашық, шектен шыққан. Қайдан білесіз? Мен қазір ыстық пен шын ғашық деңгейінің ортасындамын. Мүмкін көп замай сол жігітке тұрмысқа шығамын. Сен алар емеспін. Бәрін бір сөзден түсініп тұрсыз. Жиі кездесіп тұрайық. Қымбаттым, ұйықтайтын кез келді. Не болды? Мен көп замай емтихан тапсырамын ғой. Төсекке жатып оқысаң да болады. Жатып оқы. Қиналсаң саған бәрін өзім айтып берем. Адамдардың қолынан келетін нәрсе менің де қолымнан келеді. Енді неге қиналып отырсың? 유난히 맑은 햇살 내리고 따뜻한 바람 우릴 감싸고 이렇게 좋은 날 둘이 걸으니 내 가슴은 미친 듯 뛰는데 넌 자꾸만 이상한 소리만 어린 것처럼 엉뚱한 질문만 온 세상 사람과 아는 내 맘을 답답하게 왜 모르는데 널 사랑하고 있어 바보야 널 기다리고 있단 말이야 Қожунже мырза, емтихан бағаларыңыз бәрінен де жоғары екен. Қандай прокурор болуды армандап жүрсіз? Айтыңызшы. Мен шалғай ауданның прокуроры болуды армандап жүрмін. Табиғаты жақсы, әсіресе қаласы теңіз жағалауында орналасса екен деймін. Осыдан 1 жыл бұрын Сакчо ауылының теңіз жағалауынан бір үй сатып алған едім. Сол жерге жұмысқа барсам деп армандаймын. 말아가는데 널 사랑한단 말야 바보야 손그림 쓸때 가다 보면 말까 웃었어 눈은
Ақыр соңында біз де арманымызға жеттік. Бір-бірімізге демеу болып, ажырамай, 그런 시시한 마을 сол теңіз жағалауында бақытты өмір сүріп жатырмыз. Көп жеп қойған жоқсың ба? Осының бәрін мен жедім деп ойлайсың ба? Әрине. Кешір. Екі адам үшін жеп жүргеніңді ұмытып кетемін. Жей ғой. Бәрі сенікі, жей ғой. Міне, мында да бар. Бәрін де жеймін. Аймақтық прокурордың айлығы сендерді тойғызуға жетсе болды. Жетпесе, қосымша жұмыс істеймін. Уайымдама қымбаттым. Жетпей бара жатса жылап ақша табуға күшім жетер. Жақсы. Олай болса уәде бердің. Әрине. Бірге жылап, бірге күліп. Бірге қуанып, бірге болашақ құрып. Әрбір сәтімізді, 내 시간 әрбір күнімізді бағалап, 흘러가는 것을 бақытты өмір сүріп жатырмыз. Алыстан келген қасымдағы махаббатым өмірімнің мәні болды. Осының бәрі ертедегі аңыз әңгіменің 우리의 정 шындыққа айналғаны. Фильмнің соңы. Фильм Шахар телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 언젠가